Ассалаумағалейкем, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі тікелей эфирімізде Американың Ресейге қаратқан санкциясы Путинға қатты ауыр тиді. Тоқпағы күшті болса, кезғазық жерге кіреді. Әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады. Бұғанға дейінгі санкциялар кезінде Путин тікедей реакция танытпайды ғой. Бар болғаны Песковты немесе Лавровты мыңқылдатып қоятын. Арысы Медведев шығып, бұл санкциялар бізге әсер қылмайды, біз деген күштіміз, қуаттымыз деп мыңқылдайды ғой. Ал осы жолы Пөтенжан өзі тіке ыршып түсті. Бейне аяғымен шоқ басқандай болып, бұл санкцияны unfriendly деді. Орысша не деп айтқанын білмеймін, бірақ ағылшынша unfriendly деді. Unfriendly деген, friend деген дос, unfriend деген дос емес, unfriendly деген. Енді оның етістіктік сындық түрі, онда ол айтып отыр, кәдімгі бұл достық сипатта емес деп отыр. Енді Путинді аяғымен шоқ басқандай ыршытып ортаға шығарған бұл санкция ненің дерегі, ненің белгісі? Бұл енді әлемдік үлкен экономикада зор өзгеріс болатындығының белгісі. Соғыстың категориясы бұғанға дейінгі деңгейден өсіп, одан ара қарай көтерілгендігінің белгісі. Себебі бұл екі компания, Роснефть пен Лукойл компаниясы Ресейдің бүкіл ішкі табысының, яғни бюджетінің 1/3-нен артығын құрайды. Бұл Ресей тараптың айтатын сөзі. Бірақ бейресми дерек көздерде мұнай мен газдан түсетін табыс жалпы Ресейдің табысының бұдан да зор бөлігін ұстайды деген әңгіме айтады. Мейлі қалай болмасын, Ресейдің сыртқа сататын көлігі жоқ, телефоны жоқ, компьютері жоқ. Сыртқа сататын, Ресей сататын мұздатқыш, Ресей сататын планшет, Ресей сататын микропеш, Ресей сататығын тағы басқа тұрмыстық техника дегенді көрмейсіз. Совет одағы құлағаннан кейін бұл мемлекет кәдімгі тұрмыстық техника өндірудің өзінде артта қалып қойды. Совет анау айдаладағы Венера жұлдызына, Венера ғаламшарына, Шолпан ғаламшарына дейін бақылағыш аспаптарды ұшырған болса, әрине оның өзі 4-5 рет па, 5-6 рет па ұшырылды, бірақ сәтсіз болса да, бірақ Совет одағы ғарыш кеңістігінде Американың өзінен басы бозған мықтеледі. Бірақ сол ғарыш бәсекелестігінде Америкадан басы бозған Совет одағын бүгінгідей телефонда өндіре алмайтын, компьютерде өндіре алмайтын, чип деген зат түсіне де кірмейтін бейшара елге айналдырып қойған. Барлық затты тек импортқа ғана сүйеніп қабылдайтын. Шетелге мұнай мен газ ғана саталатын, немесе шикізат саталатын бейшара Ресейге айналдырып қойған кім? Әрине Пөтен. Пөтен ол КГБ-ның адамы. КГБ-ның адамы. Ол ешқашан өндірісті түсінбейді, жоқтан бар жасауды білмейді, сауданы білмейді. Ол Еуропамен, Америкамен одақтасып, сауда жасап, оларда барын мен беріп, мен де жоғын одан алайын дегенді білмейді. Ол кәдімгі КГБ-ның, былайша айтқанда КГБ бас. Енді бұл адамдар сол Советтің құлайтын кезінде тек ұрлап қалу, басып қалу, аптеп аузын ашып жұтып алу. Одан басқа бұларда идея да болған жоқ. Яғни байлық өмір сүру олар үшін алғанда қоғамдық дайын ресурстарды басып қалу. Міне, олардың назарындағы бизнес осы. Сондықтан мен русский бизнесті бизнес деп айтатын себебім сол. Яғни олардағы бизнес бейне біздің Қазақстандағы Назарбаевтық тонаушылық бизнес болған сияқты, сол тонаушылықты бұлар бизнес деп білді. Енді қазір Путиннің шошып отырғаны, оның ары қарай тірлігін жалғастыратын, соғысын жалғастыратын мүмкіндік кемігелі тұр. Ол мұнай мен газын сыртқа
сата алмағаннан кейін енді ода басқа сататын затта жоқ. Ол тіпті Қытай сияқты Америка технологиялық шектеулер енгізген кезде Америкамен ұстасатындай, сен маған технологиялық шектеулер енгізсең, мен онда серік жер элементтерін саған сатпаймын деп Қытайдың Американың алқымынан аласы түскені сияқты, оның қолында ондай да тетік жоқ. Онда бұрын тетік болып еді, қандай тетік еді? Еуропаға үнемі қыс келген кезде газды тоқтатып қоятын. Ал Еуропа газ тоқтаған сайын газдың бағасы қымбаттайды. Газ тоқтаған сайын Еуропаның саясаткерлері Пөтенжанның алдына келіп маймөңкелеуге мәжбүр еді. Қысқасы, Путин сонысынан рахаттанатын. Еуропаға басқа энергия көзі мүмкін емес, бірақ теңізден тасса қымбатқа тоқтайды, Америкадан алса тіпті қымбат, Орта Шығыстан, арабтардан алатын болса, ол да жаңағы кәдімгі құбырдан келгеннен әлдеқайда қымбат. Сонымен Еуропа Ресейдің алдында қысқасы кіріптар бейшара қалды еді. Сол кіріптарлықтан осы жолғы соғыстың өзін құтқарған сияқты. Путин өзінің өктемдігін, жөнге келмейтін, сөзге келмейтін дойыр, долылығын, дүлейлігін, қара күшке басатын есер соқтығын, барлық нәрсені тек қара күшпен, өктемдікпен шешем дейтін надандығын ол осы уақытқа дейін қолданып келді. Бірақ аяқ астынан солтүстік ағыс құбырының теңіздің астында белгісіз жағдайда жарылуы, Еуропаның Ресейден алатын газдан біртіндеп қағылуы, Трамптың Еуропаның жанды жерінен ұстап, егер сендер шынайы соғысты тоқтатқыларың кеп Украиндерге жандарын ашып тұрса, онда Ресейге ақша бермеңдер. Неге сендер Ресейде мұнай газ аласыңдар? Бір жағынан Украинаға көмектесесіңдер, бір жағынан орысқа мә ақша саған, қару сатып алып ата бер Украинды деп неге ақша бересіңдер деп отыр. Енді міне Еуропа санкцияларын жариялады. Оны біз кешегі лекциямызда айтқандықтан бұл арада қайталамаймыз. Бірақ Еуропа 2027 бірінші қаңтардан бастап газ алмайды екен. Демек оғанға дейін Пөтенжанға ақша беріп тұрады. Бірақ теңіздегі ашық базарда, яғни мынау жер шары дейтін планетаның ашық теңіздегі барахолка сияқты жайма базарында сататын мұнайлардан Индия мен Қытай бас тартып жатыр. Қытай әлден Канадаға ойысты. Демек бұл жердегі әңгіме Путиннің енді шырылдайтыны сол. Себебі оның мініп отырған бұтағына Трамп балта шапты. Трамптың үйіріп тұрып соққан дырау қамшысы Путиннің жон арқасын тіліп түсті. Жон арқасын тіліп түскені соншалық Пөтенжан қайқаңдап келіп баспасөз брифингісінде бұл Трамп тарапынан салынған санкцияны unfriendly деп айтуға мәжбүр болды. Яғни достың істері емес, достық сипатта емес деді. Енді жаулық деп ашық айтайын десем, айта алмай отыр да. Себебі оның жалғыз батыс әлеміндегі жалғыз оны қайта-қайта келіссөзге шақыратын бір адам бар еді. Ол Трамп еді. Енді осының өзінен айырылды. Яғни топастық, дүлейлік. Егер Путиннан басқа ұзақ болашақты ойлай алатын және ақылмен ойлай алатын біреу болған кезде, ол бүкіл Еуропаны бәленбай құбырменен баяғыда өзінен ешқашан айырылмастай байлап болатын еді. Құрлықтың құбырын тіпті қазіргіден 10 есеге арттырып тастайтын еді. Әрбір елге жеке байлап тастайтын еді. Тіпті сол елдердің алпауыттарының өзінің қаржысын салғызып, бұл құбырдан газ алмаса, олардың өзі банкрот болатындай қылып, шырма шату қылып таңып тастайтын еді. Бірақ Пөтенжан надан және дүлей КГБшник болғандықтан бизнесті түсінбейтін дүлейлігі тек оң қолмен берем, сол қолмен аламын. Мына жақтан алам, мына жақтан саламын. Осыдан басқаға миы жетпейтін советский сасық КГБшник болғандықтан ол Еуропаны өзіне толыққанды байлай да алмай қалды. Міне Еуропаны Трамптың бір тепкісіменен Ресейге шырма шату байланған мұнай газдағы тәуелділіктен құтқарып әкеле жатыр. Әрине бұл арада Еуропаны ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған жекеменшік мұнай газ алпауыттары бар. Бұл жекеменшік мұнай газ алпауыттары керек десеңіз сол Еуропаның президенттері мен премьер-министрлеріне ықпал етеді.
Президенттер мен премьер-министрлердің билікке келуінің өзі әрбір деңгейін тікеден тіке солардың қаржылай көмегімен болады. Сондықтан Еуропа басшыларының Ресей газынан бас тартуда қайта-қайта қайқаңдап сиыр құйымшақтатып отырғанның да себебі сол. Себебі олардың қалтасына күреп тұрып ақшаны салып отырған олардың негізгі қолдаушылары әлгі Еуропаның халқына арзан мұнай газды жеткізіп отырған Еуропаның мұнай газ олигархтары. Бұл жердегі шырма шату әңгіменің сыры осында жатыр. Енді сіздерге бұның арты қалай болады? Путиннің бұл мойындауы, ресми түрде бұл санкция туралы Путиннің шоршып алдыға шығуы, алдағы уақытта Путин өз тарапынан Трамптың сөзіне келісіп, тоқтасақ тоқтайыққа барама. Лавров пен Марко Рубионың сөзіне Трамптың Путиннен бас тартуына алып келген. Яғни ол жерде Лавров сол великийлігін айтып тұрып алған, онда великий болсаң өзіңе деп Марко Рубио қолды бір сілтеген. Ал Марко Рубио қолды бір сілтегенде Трампта ызаланды, онда сені мен Будапештте кезікпеймін деді. Енді бұл әңгіменің арты қайда барады? Дүние жүзінде үлкен бір финанстық, экономикалық бір толқын туғалы тұр. Бұл толқын ары қарай жалғасып, 1929 жылғы Нью-Йорк қор нарығындағы дағдарыс сияқты бола ма? 97 жылғы оңтүстік шығыс Азиядағы дағдарыс сияқты бола ма? Бұл қазірге белгісіз. Бірақ бір белгілісі, әлемде қазір мұнайдың бағасы бірден бір күннің ішінде 5%-ға көтерілді. Сіз ойламаңыз, 100 теңге, 105 теңге болыпты ғой деп. Жоқ. 5%-ға бұның көтерілуі, мұнай газ дейтін саладағы 1%-ық көтерілудің өзі үлкен толқын тудырады. Естеріңізде болсын. Бұл жердегі пайыз жай анау-мынау пайыз емес, бұл мұнай газ саласындағы пайыз. Енді бұның арты неге апарады? Бұның арты финанстық толқуларға апарады. Мұнай газдың бағасы 5% көтерілген кезде тасымалдың бағасы көтеріледі. Тасымалдың бағасы көтерілген кезде заттың бағасы көтеріледі. Заттың бағасы көтерілген кезде сөрелердегі заттардың бағасы көтеріледі. Сөредегі заттардың бағасы көтерілген кезде адамдардың өмір сүру үшін жұмсайтын шығыны көбейеді. Ал адамдардың шығыны көбейген кезде, бірақ оның айлығы да көбейсе керек еді. Бірақ кейелдер айлықты өсіремін дейді де, тек банкоматтан, принтерден ақшаны басып шығарады. Ал бұл сол ақшаның құнсыздануын алып келеді. Ал бұл ақшаның құнсыздануы сол ақша ықпал ететін региондағы құнсыздануды, инфляцияны алып келеді. Ал Америка сияқты елдерде ақша басатын мекеме, тәуелсіз мекеме, тіпті президенттен тәуелсіз мекеме болып отырған бұндай елде енді жаңағы айлық өспегенменен зат бағасының өсуі, сервистің өсуі, тұтас тұтынудың өсуі, жаңағы бензиннің өсуі 5%, сөредегі зат бағасының өсуі 5%, енді сіз осы 5-терді қоса беріңіз. Әрбір жеке тұтынушының қалтасына қаншалық шығын келеді. Енді осыдан барып, қоғамдағы наразылық дегенде туындай бастайды. Әсіресе Еуропа қазір қаржылық дағдарысқа тап болып тұр. Бұғанға дейін Америкадағы демократтар бюджетті қабылдамай қойып, Трампқа қарсы демократтар. Себебі Трамп республикашылдар партиясынан өкіл болып сайлауға түсіп, сайлауда жеңген президент. Бірақ Америкада конгресте демократтар басым болып тұр. Міне бұл Американың керемет демократиялық жүйесі. Билікті бір президенттің қолына бермейді. Ақшаны конгресте ұстап отыр. Ал конгресте қарсы партияның өкілдері де қаласа президенттің кеңірдегінен қыса алады. Міне Американың демократиялық жүйесінің таңғажайыптығы осы. Бұл жерде біреу жалғыз өзі билеп төстеп өз білгенінше ештеңе істей алмайды. Президенттің өзі бұндай жұмыс атқара алмайды. Енді бұғанға дейін Трамп әскерлердің айлығын бере тұрыңдар деп қорғаныс соғыс министріне тапсырма берді. Артынан менің бір бай жолдасым айлықты уақытша төлейтін болды деді. Әрине оның бай жолдасы Илон Маск болуы мүмкін. Одан басқа байлардың Трампты қолдайтын ешқайсысы жоқ. Барлығы Трампқа қарсылар. Негізінен алпауыт ірі байлар, мынау IT саласындағы ірі байлардың барлығы демократтар.
Трампты қолдайтындар оған 5 доллар, 10 доллар, 20 доллар жылу атайтын қарапайым бұқара. Естеріңізде болсын. Трамптың сайлаудағы қорына ақша аударғандардың 99%-ы 5 доллар аударатын, 10 доллар аударатын, 20 доллар аударатын ең қарапайым Американың орта және төмен жегі болған. Естеріңізде болсын. Бұл Трамп Американың кәдімгі қарапайым халқының өкілі болып билікке келген адам. Ал демократтар да ашамай кесіп итке лақтыратындарды, оны жаңағы олигархтар, өздері боянып алатындар, еркек басымен биік өкшел туфли киіп алатындар, қазық өкші туфли киіп алатындар, жаңағы ернін бояп алатындар, тақай құсап, со сияқтылар. Және олардың барлығы әгі офистеріне ЛГБТ-ның алабажақ туын іліп алатындар, со сияқтылар. Бірақ бұлардың барлығы бір-бір саланың тіреп тұрған олигархтары. Енді қараңыздар. Трамп осығанға дейін демократтарға бір өтініш те айтпаған болса, міне әлгінде мен YouTube-тың пост бөлігінде салдым. Демократтарға Трамп бір жалынған сипатта болып бір пост жазыпты. Мен оны аударып YouTube-тың пост бөлігінде салдым. Демек, бұл нені білдіреді? Үкімет жабық тұр қазір. Америкада үкімет жабық тұр. Әскерилердің айлығының өзін Трамп тышқаншылап шешіп жатыр. Тышқаншылап. Ресми қаражатты Конгресстен демократтар, яғни қарсы партиядағылар кеңірдектен қысып тұрып өткізбей қойды. Олардың өз талаптары бар. Мынаған көнсең өткіземіз дейді. Ал республикашылдар олардың талаптарына көнгісі келмейді. Ақшанда тұр. Бірақ үкіметтік қызметкерлерге айлық жоқ. Естеріңізде болсын. Диктатуралық елдерде қаржылық мәселе болатын болса, ешқашан диктаторлар және олардың командасы айлықсыз қалмайды. Ал қарағалық табыссыз, нансыз, шайсыз қала береді. Ал демократиялық елдерде сол елді басқарып отырған үкімет, тіпті керек десең армиясы бар. Анау ең жоғарғы федералдық үкімет. Федералдық үкімет. Оның ішінде тіпті Ақ үйдегі Трамптың командасы, керек десең Трамптың айлығына дейін қарсы партия тоқтатам деп тоқтаталады. Яғни Трамптың да айлығы жоқ бұл жерде. Ана Ақ үйдегі Трамптың хатшысы, оның орынбасары, олардың барлығының айлығы жоқ болып отыр. Міне көрдіңіз ба? Міне бұл демократия. Мен қайсы күнгі бір лекциямды айттым. Ол лекциямда мысалы анау бір профессор айтады, сол сөз үшін қуданды дедім ғой Қытайда. Грекияда жаңағы мемлекет қайта-қайта нокаутқа кетіп, бюджетті қарсы партия шешкізбей, Грекияның өкіметі айлықсыз қалған кезде Қытайдың мемлекеттік CCTV медиасының өзі отырып алып, Грекия бітті құрды, міне осы дұрыс басқару жүйесі жоқ деп оттағанда, жаңағы профессор әйел кісі айтады. Көрдіңіздер ма дейді. Демократия деген зат осы дейді. Демократия бар елде мемлекетті басқаратындар айлықсыз қалады дейді. Демократиясы жоқ елде дейді, халық айлықсыз, ақысыз қалады дейді. Осы сөз үшін сол профессор Қытайда қудаланған. Мен дәл осы сөзді қазіргі қазақтарға да айтқым келеді. Сіз Алматы қаласының әкімінің, Астана қаласының әкімінің, немесе депутаттардың, министрлердің айлық ала алмай қалдық дегенін көрдіңіз ба, естідіңіз ба Қазақстанда? Жоқ, ешқашан. Қалғып мүлгіп, қолдарына 100 мың, 200 мың долларлық Swiss Watch сағаттарын, Швейцарияның сағаттарын тағып отырып, бір-бірінің тойына биткоинмен ақша аударып отыратын депутат мырзалар, Астанадағы шенеуніктер, билеуші тап өкілдері, ұры-қарылар, аталмыш қазақ элитасы ешқашан айлықсыз қалмайды. Бірақ аққар көкмұзда табаннан сыз өтіп, шекесінен күннің аптап өткен, денсаулығынан айырылып отырып, қара жұмыс істейтін, ауыр жұмыс істейтін, қауіпті жұмыс істейтін жұмысшылар үнемі айлығын ала алмай ереуілдеп жатады. Міне бұл диктатура. Міне бұл диктатура. Билеушілер қалғып мүлгіп парламентте отырып, кез келген ұлтқа қарсы, мемлекетке қарсы заңға қол қоя салып отырып, миллиондаған айлығын алып отырады. Аққар көкмұзда жұмыс істейтін жұмысшы айлығын ала алмай ереуілдеп отырады. Ереуілдегендік үшін, айлықты өсір деген үшін тұтқындалып қамалады, жұмыстан қуылады.
Ал Американы билеп отыралған федералдық өкіметтің өзінің айлығы тоқтап қалды. Федералдық өкіметтің өзінің айлығы тоқтап қалды. Оны қарсы партия біздің талабымызға көнбесең деп өз талаптарын қойып, бюджеттің айлығын шешкізбей отыр. Міне бұл демократия. Көрдіңіздер ма? Енді Трамп демократтардың алдына бас игендей мәндегі пост салыпты. Мүмкін көп өтпей демократтар мен республикашылдар ымыраға келіп, саудаласып отырып, ары қарай бұл мәселе шешілуі мүмкін. Енді мен сіздерге сіздерде қазір кеш 8-ден 20 кетті. Сіздердің Алматы уақыты бойынша болғанда түстен кейінгі сағат 1-2-лердің мөлшерінде бір пост салдым. YouTube-тың бөлімінде. Онда алтынның бағасының сұрапыл көтеріліп жатқандығын жаздым. Алтынның бағасы. Жұрттың бәріне белгілі. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде алтын аспан құшты. Жұрттың бәріне белгілі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде алтын аспан құшты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Совет одағы Беринг бұғазы арқылы Камчаткадан Америкаға кемемен тонналап алтын жеткізіп, Америкадан қару алып отыр. Ең соңында алтыны да таусылған кезде Совет одағы Америкадан кредитке қарыз алды. Ал ең соңында Америка ол қарыздың біразын көтеріп жіберді, яғни кешірім етті. Сталиннің өзінің көзінен жасы мұрнынан маңқа соғып отырып, біздің ең ауыр күн кешіп жатқан кезімізде Америка құрама штаттарының өкіметі және оның халқы деп тұрып жазатыны бар. Совет одағы енді халық деген сөзді тастамайды ғой. Сол халқының бізге жасаған көмегіне алғыс деп жазған хаты бар. Орыстардың біз соғысты біз жеңдік деп оттайтын қалың оттамасына осыны жауап беру керек. Бұл Американың Ресейдегі елшілігінің сайтында тұр. Американың Италиядағы елшілігінің сайтында тұр. Немесе ағылшын тілінде Американың екінші дүниежүзілік соғыста Совет одағына берген көмегі деп іздесеңіздер бірден шыға келеді. Енді қараңыздар, бұл әңгіме неден болады? Алтын қымбаттап жатыр. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Совет одағы неге алтынмен саудаласты? Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде де, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де Жапония оларда жаңағы тонна алтындарын жіберіп, Еуропадан керек жарақтарын алып отырды. Соғыс кезінде ақшаларға деген сенім қалмайды. Ал соғыс кезінде ақшаларға деген сенім қалмаса, онда бұл әзіргі әлемдік дүниежүзілік қалыптасып отырған мынау жүйе күйреуге қарай бет алады деген сөз. Ол деген сөз не? Сен сенгендігіңнен бүкіл байлығыңда ақшамен ұстайсың. Ал егер ол ақша, қағаз ақша, ертең құнсыз болып қалсашы. Совет одағының рублінің қалай құнсызданғанын көрген, соның дәмін татқан алдыңғы буын, бұның барлығын ешкім түсіндірместен біледі. Ал егер сол рубльдің сабан ақшаға, топан ақшаға айналып қалғандығын білген жұрт, өз басынан өткізген жұрт, енді бүкіл дүние жүзінің ақшасы сол рубльдің деңгейінде құнсызданатын болса, не болатындығын ойлаңыздар. Ол деген сөз әлемдік соғыс деген сөз. Әлемдік соғыс деген сөз. Яғни шын мәнінде бұл соғыс күрделілесіп бара жатыр. Трамптікі де осы оқиғаларды ол экономист ретінде, саудагер ретінде, экономиканың жілігін шағып майын ішкен миллиардер ретінде Ресейдің мұнай компанияларына салатын санкцияның финанстық экономикалық әсерін ол да ойластырды. Бірақ алдынан қанша мәрте өтті. Енді ешкім оны кінәлай алмайды. Ол соғысқа басы бүтін қызба мінезімен кіріп кетті, ақалай көкалай деген сөзді енді ешкім айта алмайды. Неге? Ол тіпті қызыл кілем жайып тұрып күтіп алды Аляскада. Ол енді былайда былай болайық деді. Ол тіпті томағауқты бермейтін болды. Осының барлығын айтып отырып, енді ақырында шарасыздан санкция салды. Жұрт көріп отыр. Оның жауларына дейін сен дұрыс қолдаған жоқсың, сенің қолдауыңның күші болмай тұр, сен ресейшілсің деп оны жерден алып жерге салды. Тіпті жауларының осылай айтқанын ол қалап отырды.
Себебі тарихта бұның бәрі қалды. Ол максимал деңгейде бейбітшілікке қарай ұмтылғандығын көрсетті. Максимал деңгейде келіссөзге қарай ұмтылғандығын көрсетті. Тіпті кеше қазыналық салық туралы жаңа treasure sanction деген жаңағы Fox News'тың ба қайсы біреуісінің постын өзінің Truth Social медиасында, яғни ақиқат social медиасында бөлісіп қойған. Бұл санкцияның мақсаты Ресейді келіссөз үстеліне отырғызу деп отыр. Яғни Ресейді жазалау емес, Ресейді келіссөз үстеліне отырғызу дейді. Енді мен сіздерге өзім дайындаған, аударып салған бірнеше ақпараттарды сол ретіменен сіздерге оқып берейін. Сосын ары қарай онлайн сұрақ жауапқа кезек береміз. Енді Al Jazeeraның ақпаратына қарай. Trump wants to freeze Russia's Ukraine war. Who gets what if that happens дейді. Бұл Al Jazeeraның мақаласы былай деп жазады. Трамп дейді, орыс Украин соғысын дейді, мұздатып қойғысы келеді. Freeze деген сөз мұздату. Мысалы, біреудің жылжымайтын мүлкін мұздатып қою, ақшасын мұздатып қою деген freeze. Кәдімгі тіке мағынасындағы мұздату. Ал дейді, егер who gets what дейді, кім нені алады дейді. Егер бұл болса дейді. Бұл енді Al Jazeeraның мақаласы өте маңызды, білесіздер. Украинадағы 4 жылға жуық соғыс барысында Ресей негізінен Украинаның шығыс және оңтүстігіндегі 4 провинциясының территориясын басып алды. Донецк, Луганск, Херсон және Запорожье. Ол сонымен қатар Харьков провинциясының шағын қалтасын бақылайды дейді. Харьковтың шағын қаласын бақылайды. Енді қараңыздар. Ресей Украинадан тартып алған барлық жерін қалдыруға және атысты тоқтатуды қарастыратын болса, оған көбірек беруді талап етеді. Яғни қазіргі жаулап алған жерінен тыс Путин тағы аузын ашып отыр. Көрдіңіз бе? Қазіргі өз шынайы әскері тұрған меңгеруіндегі жерінен тыс тағы біраз жерді украиндар шегініп бізге тастап кетсін деп отыр. Путиннің иттігі осында тұр. Украина бұған келіспейді. Ал Трамп екі жағында жылжыта алмай отыр дейді. Не Украинаны, не Ресейді жылжыта алмай отыр. Міне қазіргі алдыңғы шепте қандай жағдай болып отыр. Және Ресей мен Украина бұл соңғы ұсынысқа қалай қарайды. Трамп не ұсынды? Трамп қазір ұрыс болып жатқан жерде тура сол тоқтаған жерінен соғысты тоқтатыңдар деп отыр. Егер сен мынаны ал, біз оны аламыз дейтін болсаңыз, келіссөздер жүргізу қиын болады дейді. Яғни тура осы сызықта тоқтай қалыңдар дейді. Қазір қайда жеттің? Оң аяғың алдыға баттып, сол аяғың артта қалды ма? Болды, ана сол аяғыңды алдыға жылжытпа дейді. Сол оң аяғыңмен қатқан бетіңде қатық қал дейді. Бірақ мен ананы алам, сен мынаны ал десең, онда ешқашан әңгіме ары қарай бітпейді дейді. Әңгіме бітпейді дейді. Міне енді Трамптың Украина президенті